Ассалаумағалейкум жақсыларым, қалайсыздар, амансыздар ма? Қасиетті Құран-ы Кәрімде Уақиға сүресінің 60 аятында Алла тағала былай дейді: өлім сәтін пішіп қойған біз деп. Сол аятта айтылғандай, бұл өмірдегі дәм-тұзы адамның әр уақытта таусылады. Шортанбай жырау айтады ғой: алақандай ай мен күн әлемнің орта жарығы, екі болмайды жаппардың әмір еткен жарлығы деп. Алладан бұйрық келген кезде әрқайсымыздың өміріміз бұл дүниедегі әр уақытта таусылады. Мысалы, Нұх пайғамбардың өмірін Алла тағала 950 жыл қылған болса, соңғы пайғамбар Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи уассаламның өмірін 63 жыл қылды. Ал Мұса пайғамбардың бұл өмірдегі ғұмыры 120 жылға жалғасты. Мұса пайғамбар 120-ға келген кезінде жаналғыш періште Әзірейіл келіп: "Ей досым Мұса, Алладан әмір келді. Жаныңды алайын, рұқсатыңды бер" депті. Өзі Әзірейіл періште сізбен бізден жан алатын кезде рұқсат сұрамайды. Бірақ пайғамбарлардан Алланың әмірімен осындай бірнеше рет рұқсат сұраған мысал бар. Дәл солай Мұса пайғамбардан келіп рұқсатын сұрағанда Мұса пайғамбар айтыпты: "Ей досым Әзірейіл, Алладан сұрап көрші, өтініш. Мен бір шаруа бастап қойып едім, кішкене күте алам екен. Малдың санын өсіріп бала шағама тастап кетсем бе деп едім, балаларымның несібесі ғой" депті. Әзірейіл айтыпты: "Ей досым Мұса, Алладан әмір келді. Анау жолдың жиегінде жатқан қара тасты қолыңдағы аса таяғыңмен ұр деп жатыр Алла" депті. Әзірейіл айтқандай, жолдың жиегінде жатқан қара тасты қолындағы аса таяғымен Мұса ұрып қалған кезде тас қақ жарылып, тастың ішінен аузына көк шөп тістеп алған қара құрт шығып келе жатыр екен. Сонда Әзірейіл айтыпты: "Ей досым Мұса, қарашы, қара тастың ішінде жатқан қара құртқа несібе беріп қойған Алла сенің балаларыңды өлтіреді дейсің бе" деген екен. Сол сияқты сізбен бізге перзент берген Алла сізбен біздің ешқайсымызды несібесіз қалдырмайды. Бірақ кейде пендешілікке салынып, осыны түсінбей, балаларымның тағдыры не болады? Мен оған машина алып беруім керек, мен оған үй алып беруім керек, мен ананы істеуім керек, мен мынаны істеуім керек деп, осы дүниенің соңын қуып кейде не ағайынның тойына бармаймыз, не достарымыздың шақырған жеріне бармаймыз. Ананы істеуім керек, мынаны істеуім керек, анаған үлгеруім керек, мынаған үлгеруім керек деп. Оның барлығы мынаны түсінбегендіктен. Алла бүгін сіздің маңдайыңызға 10 000 теңге табуды жазған болса, қанша тыраштанғаныңызбен 10 500 теңге таппайсыз. Алла сіздің мойныңызға бүгін сонша жүкті жүктеп 10 000 теңге табуды жазып қойған болса, қанша адам кедергі жасағанмен сіз 9 000 теңге таппайсыз. Сол сияқты балаңыздың да, сіздің де, туысыңыздың да Алла бұл өмірдегі несібесін беріп қойған. Тек әрекет қылу керек. Сол әрекетінің берекетін міндетті түрде ол көреді. Сондықтан қатты уайымға салынып, дүниенің соңын қуып, ағайын туыспен араласпай, достың шақырған жеріне бармай, азғантай қысқа өміріңді дүние қуып өткізу ол дұрыс емес. Енді біреуге ақыл айтып, немесе біреуге бір жөн көрсетейін деп тұрған жайымыз жоқ. Тек бір керемет әңгіме, әркім өзінің керегін алсын. Бұл да бір ғибрат алатын оқиға ғой деп айтып отқан жайымыз. Аман сау болыңыздар.